Осы тақырыпта тереңірек тарқату үшін бізбен тікелей байланысқа Ахмет Заки Дархан Жұмаханұлы шығып отыр, яғни Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу университетінің ректоры. Дархан мырза, қайырлы кеш. Саламатсыздар ма? Қазір енді өзіңіз көріп отырғандай, қай сала болмасын халықаралық байланысты нығайту саласында үлкен шаралар атқарылып жатыр. Осы тұрғыда кейінгі жылдары жоғары ғылым саласында да халықаралық ынтымақтастық бағыты арта түсті. Енді бұл мамандар даярлау ісінің сапасын арттыруға, отандық ғылымды дамытуға қалай әсер етеді? Әрине, әлемдік ғылыми кеңістікте өзіміздің қазақстандық ғалымдар орын алу үшін міндетті түрде коллаборация болу керек, бірлесіп жұмыс жасау керек. Сондықтан қазіргі кезде университеттер өздерінің серіктестерімен әртүрлі жобаларда бірге қатысып жүр. Біздің университетте дәл солай. Қазіргі таңда біздің ғалымдар Германия елінің, Португалия, ақш елдерімен бірге химия бағыты бойынша, су мәселесі бойынша ортақ ғылыми жобалар жасайды. Бұл жерде қойылатын екі талап, әрине жылда шығып жатқан ғылыми жетістіктерді мықты ғылыми журналдарға шығару керек. Оның ішінде қаншалықты деңгейі жоғары болатын болса, соған байланысты біздің ғалымдардың өздері әлемде танитын болады. Екіншіден, міндетті тұрғыда осыны академиялық дәстүр дейміз ғой, соның шеңберінде жастарға, докторанттарға қойылатын тақырыптардың шеңберінде де ары қарай дамығанын қалаймыз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, академиялық қотқырлық арқылары немесе ғылыми тағылымдамадан өтуге қазіргі кезде жастарға үлкен мүмкіншіліктер бар. Соның шеңберінде министрліктің белгіленген жобасы арқылы болашақ бағдарламасы бойынша біздің жастар сол жерде тағылымдамадан өтіп жатыр. Жақсы, енді бүгінде еліміздегі кей оқу орындарына зерттеу мәртебесі беріліп жатыр. Демек, бұл ғылыми ізденушілік бағыттан арттыра түседі деген сөз ғой? Иә, біздің университетке 2023 жылы осындай мәртебе берілді. Ол жерде қойылатын негізгі талап, біздің ұстаздарымыз тек қана сабақ беру емес, сонымен қатар ғылыми жұмыстармен белсенді айналысу керек деген ұстаным бар. Әрине, зерттеу университет болғандықтан университет ішкі лабораториялық база болсын, соның керекті құрал-жабдықтар сатып алуға көңіл бөледі. Қазіргі таңда біздің университеттегі осы соңғы жылдары қалыптасқан лабораториялар негізінде жасап жатқан жұмыстарымыз бар. Ол міндетті тұрғыда осы үкіметтің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның қойып отырған талабы да тек қана теоретикалық ізденістер емес, таза практикалық өндіріске енгізілетін ізденістер болса дейді. Соның шеңберінде біз де соған қазіргі кезде жұмыс жасап жатырмыз. Соның ұсынып отырған өзіміз жобаларымыз бар, модельдеріміз бар. Әрине, осының барлығы жалпы бизнестің өзінің сұранысына сәйкес болу керек деп санаймыз. Соңғы кезеңде 1% жер қойнауының пайдаланушылардың шеңберінде болсын, немесе таза тікелей өздерінің тапсырыстарының сұранысына сәйкес біз ғылыми хакатон дейміз, соларға қатысып, таза үлкен кәсіпорындардың мәселелерін талқыладық. Соның шеңберінде жобалар беріп жатырмыз, солармен бірге қоса қаржыландыру көздерін анықтадық. Соның бірден бір бағыты ержі компаниясымен қазіргі кезде өндіріп жатқан мыс болсын, мырыш болсын, соған байланысты ізденістеріміз бар. Енді жақсы, одан бөлек оқу орындарыңыздың халықаралық ынтымақтастық аясында атқарылып жатқан жобаларға да, шаруаларға тоқтала кетсеңіз. Иә. Және министр мырза айтқандай, мына ашылып жатқан филиалдардың басында тек қана білім беру серіктестік емес, түбегейлі түбінде ғылыми жұмыстарды бірге жасауға көзделген. Сондықтан өзіміздің серіктесіміз Аризона университетімен біз қазіргі таңдап алған тақырыптарымыз бар. Сол тақырыптардың шеңберінде осы келер жылда оқу басталғаннан кейін олардың профессорларын өзімізге шақырып, өзіміздің ішкі ғылыми қауымдастықпен бірге бірлестіріп, жаңа тақырыптарды анықтаймыз деген ойымыз бар. Ол әрине стратегиялық серіктестік болғандықтан олардың ғылыми ізденістері, технологиясы трансфер жасауға тырысамыз. Бұл жерде бірден бір алда қойылатын мақсат екі елдің арасындағы студенттердің енді оқып жатады ғой, білім алады, 3 жылдың ішінде Қазақстанда оқиды, 4 жыл сол жаққа барып оқығаннан кейін де біздің жастар сол жерге барған кезде ғылыми ортада өзінің білімін алса деген ойдамыз. Әрине, онымен қоса міндетті тұрғыда енді ағылшынша оқиды ол жерде. Ағылшынша оқығаннан кейін бізде іштегі
берілетін жаңағы тақырыптар, диплом тақырыптар дейміз, курстық тақырыптар, диссертациялық тақырыптар, осының барлығы сол серіктестермен бірге бірлесіп анықталады деген ойымыз бар. Жақсы, енді тағы бір сұрақ, ғалымдардың қандай бағытта ашқан жаңалықтары бар? Жалпы олар болса, егер өндіріске, бизнеске кіріктірілді ме? Мен жаңа айтып кеткендей, осы Шымкент өңірі, жалпы оңтүстік Қазақстан өңіріндегі шикізат өндіру соған байланысты ізденістеріміз бар. Ол металлургия саласындағы, ол Надиров мырзалар мұнай саласында жұмыстар жасайды, Жантас мырза, ол кісілердің барлығы енді теоретикалық модельді жасаумен қатар біздің лабораторияларда жаңағы өздерінің ізденістерін таза қолданбалы тұрғыда сараптамадан өткізіп алады да, кейін жаңағы таза кен орындарға барады. Сол жердегі біздің қазіргі серіктестермен айтып отырған мәселе, ол мына индустриалды полигондар болса деген ойымыз бар. Қазіргі кезде жаңа ғылым және технологиялық саясат заңына сәйкес қарайтын болсақ, бұл жерде ТРЛ деген үлкен жүйе бар. Яғни 1-9 деңгейге бару үшін соңғы индустриалды полигондарға шығарған кезде жасалған жаңағы инженерлік шешімдерді сол жерде жаңағы таза тексеріп көру керек. Өйткені оның оңтайлығы қандай деген сияқты. Сондықтан біздің ғалымдар осы бағытта жұмыс жасайды. Арасында өздерінің алған патенттері де бар. Керек болса қазіргі кезде біздің өзіміздің жас ғалымдардың өздері де қорғауға шығардың алдында сол патенттерді алады. Неге? Өйткені ол таза инженерлік, техникалық ізденіс болғандықтан оның өзінің ғылыми құндылығын аса түседі. Өте жақсы. Дархан мырза, енді барлық осы жаңағы жоғарыда өзіміз бөлісіп кеткен, өткендегі мемлекет басшысының сапары барысында екі жақты ынтымақтастыққа келген келісімдер бар. Одан бөлек осы ғалымдардың ойлап тапқан жобалары бар. Осының барлығы да болашақта өзіндік бір әсерін тигізеді, өзінің ықпалын береді. Жалпы енді бүткіл әлемге осы біздің елдегі жоғары оқу орындарын әйгілету мақсатында жүзеге асырылады деп сенеміз. Сізге көп рахмет. Сұхбатымызды осымен тәмамдаймыз. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз.